Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода осындай 3D құраған кезде қалып кеткен осы 3 құрақтан өлшемі 35-35 болатын орындықтың үстіне көрпеше құраймыз. Ол үшін міне жоғары жақтарын осылай 3 бұрыштармен тегістеп аламыз. Оны келесі көрпешені құраған кезде көрсетемін. Кейін қолыңыздағы бар маталарды төс үйлесімділігіне қарай осылай 35-35 өлшемге жеткізіп аламыз. Мінекей, бірінші. Келесі бізде екінші тура осындай құрақты. Мінекей, осындай 4 бұрышты матаны аласыздар. Диагоналды ортасынан сызық сызып алып, 3 бұрышқа бөліп шығамыз. Мінекей, қараңыздар. 2 бұрышына келді. Енді екінші 4 бұрышымызды қарама-қарсы бетінен осылай диагоналды сызық сызып, оны да осылай кесіп аламыз. Мінекей. Дәл осы бағытта қазір тігетін боламыз. Енді сыртынан мінекей қолымда бар маталар реті осы болғандықтан осылай аламын. Енді барлығын құрастырып шығамыз. Дәл осы құрақ көрпені құрағандағы мастер-класста мына жоғарыдағы ссылкаға немесе описаниядағы ссылкаға өтіп қарасаңыздар болады.
Сонымен достар, барлығын әдемілеп тігіп алсақ, тігістерін қақ жарып, үтіктеп шығамыз. Мінекей, енді үстіне астарлық матаны осылай бір бетпе-бет қойып, 4 бұрышты айландырып тігіп шығамыз. Тігіп алған тұсымызды аударып, енді ішіне осындай мақтаны саламыз. Мен жалпы губка, поролон сондай салғаннан гөрі мақта салғанды дұрыс көремін. Қазір көп жерлерде губкада, поролонда сала береді. Бірақ олар бұндай мақта сияқты жұмсақ болмайды. Мінекей, әдемілеп орап, осы қалдырған кішкене жерімізден кіргізіп, бұрыш-бұрышына жеткізіп, қазір мына шетінен қалдырған жерімізді қолмен ине жіппен тігіп шығамыз. Мінекей, шетін тігіп болсақ, тең ортасынан мақта қозғалып кетпейтіндей, осылай бір түйіншектеп қойсаңыздар жеткілікті. Сонымен орындықтың бетіне арналған 35-35 өлшемдегі құрақ көрпешелеріміз дайын. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісе отыруға ұмытпаңыздар. Дәл осылай үйдегі қалдық маталарды іске бірге асыруға шақырамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.